Саламатсыңдар ма, балдар? Бүгін біз 4-ші сынып әдебиет 88-ші сабақты талқылайтын боламыз. Видеоны көрмес алдын арнаға жазылып кет. Біздің ғажайып түсіміз 88-ші сабақ. Бірінші тапсырма. Сурет бойынша әңгіме құрап айтыңдар. Қазақтың ауыз әдебиетінде жеңіл әзілге құрылған өмірдегі күлкілі оқиғаларды бейнелейтін шығармалар кездеседі. Мысалы, өткен сыныптарда Қожанасыр, Алдаркөсе туралы аңыз әңгімелерде Әубәкіров Смаханұлының шығармаларын оқыдың. Бестік баға туралы түс өлеңінің жеңіл әзіл аңғарылды. Бұл жерде сурет бойынша әңгіме құрап айтыңдар. Бұл жерде бір тәтті қыз ұйықтап, өзінің түсінде 5 бағаларды алып жүр екен. 5 бағасын алып, өміріне риза болып жатыр екен. Сурет бойынша әңгімені осылай құрасақ болады. Және өздеріңнің ойларыңша тағы да басқа әңгіме құрауға болады. Екінші тапсырма. Өлеңді мәнеріне келтіріп, рөлге беріліп оқыңдар. Бестік баға туралы түс. Ұйықтап жатып түсімде айға ұшып барыппын. Алыстағы жұлдыздың ұстап бірін алыппын. Жақын келіп жаздидар, күнге қарай сөйледім. Ей, асыл күн, қарашы, нұрдан менің көйлегім. Күн сөйледі сол кезде. Көйлек саған не керек? Қызым болшы сен менің. Әкетейін жетелеп. Беріңіз онда, дедім мен. Бестік деген бағаны. Күннен күнге сабағым қиын болып барады. Мә, ал деген шоқ күннің үні естілді көңілді. Көбелектей көп бестік көктен сонда төгілді. Қол жегізген арманға біріне ұқсап батырдың бестіктерді құшақтап, құлдилап келе жатырмын. Көк аспанда қалықтап, қызыққа әбден батыппын. О бір кезде оянсам, үйде ұйықтап жатыппын. Аша салып көзімді, бестіктерді іздедім, қымбат баға маңымнан өшіріпті іздерін. Қап әттеген-ай. Гүлнар Өмірзақова. Өлеңді оқиғаны 3 жақта ол әңгімелеп айт. Ол 3 жақта айт деген. Бұл жерде бір кезде оянсам, үйде ұйықтап жатыппын. 3 жақта әңгімелеп айтуға болады. Қыз бала неліктен осындай түс көрді? Түс көру себебі оның сабағы күннен күнге қиындап кетті. Ол өзінің сабағын орындауға қатты қиналып, түсінде көптеген бестерді алып жатқаны түсіне кірген. Ол сабақтан қиындалғаны соншалықты түсінде 5 бағаларды Құдайдан сұрап жүр екен. Енді 5-ші тапсырманы орындайтын болсақ, кейіпкердің көңіл күйіндегі өзгерісті мәтіннен тауып оқы дейді. Бұл қуанды. Бестік бағаны түсінде көргеніне қуанды. Бұл жерде жауабы қуанды. Мұғалімнің көмегімен лайықты сөзді тауып айт. Бұл жерде лайықты сөз оның көңілі су сепкендей басылды. Несі көңілі? Не себепті оның көңілі су сепкендей басылды? Себебі ол бестерді шын өмірде алды деп ойлап қалды, бірақ оның түсі екен. Оны ол біліп, оның көңілі су сепкендей басылды. 7-ші тапсырма. Сурет бойынша құраған әңгімелеріңді мәтінмен салыстыр дейді. Мәтін мен менің құрастырған әңгімем аздап ұқсайды. Себебі екеуі де қиял ғажайып жанрында болып тұр. 8-ші тапсырма. Өзің қиял ғажайып түс көрдің бе, айтып бер дейді. Мен өзім қиял ғажайып түс көрдім. Мысалы, мен өзімнің түсімде көптеген түстер көрдім. Қиял ғажайып, мысалы, біреуін айтып кетсем, мен өзімнің түсімде көптеген ойыншықтарды және де өзіме қалаған заттарды алып жүр екенмін. Және де тұрсам, ол түс болып шықты. Әрине ол қиял ғажайып болды. Жатады, қиял ғажайыпқа жатады. 9-шы. Абай атаның өзіңе сен, өзіңді алып шығар. Еңбегің мен ақылың екі жақтап деген сөзін негізге алып кейіпкерге не айтар едің дейді. Өзіңе сен. Егер сабағың қиындап кетсе, өзіңе сен, өзіңді алып шығар. Еңбегің мен ақылың екі жақтап деген сөзі, сен қатты қиналып кетсең де, өзіңнің еңбегіңе сеніп, ақылыңа сеніп, берілмей оқысаң, сен бәрібір жетістікке жетесің деген мағынада айтып тұр. Ендеше
ендеше бұл жерде Абай атаның өзіңе сен өзіңді алып шығар, ертеңгінің мен ақылың екі жақтап деген сөзін негізге ала отырып кейіпкерге былай дер едім. Абай атамыз бұл өлең жолдарында адам баласына көп оқу, көп еңбектену арқылы ғана жетістікке жетуге болатынын айтып жатыр. Яғни жалқауланбай, үнемі оқып, тақырыптан қалмай түсініп отырсақ, біз міндетті түрде жақсы баға аламыз. Өзінің үлкен жетістіктерге жетеміз. Ең бастысы өзіңе сену. Және де кейінгі тапсырманы орындайтын болсақ, төмендегі сөздер қандай сезімді білдіреді, мағынасына қарай сәйкестендіріп жаз дейді. Реніш, қуаныш, бәрекелді, пах шіркін, өкініш, қап әттеген-ай, шіркін-ай. Видео ұнаса арнаға жазылып кетіңдер. Сау болыңдар балалар.